Негенің не дегенін қалт жібермейтін тұрақты көрермен, оқырман, ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Сайтымыз апта ішінде 200-ге жуық тақырыпты көтереді. Қаузайт, біз бүгін соның нақты бесеуіне тоқталамыз. 2021 жылдың қаңтарынан бастап кімдер зейнетақы жинағын пайдаланып үй ала алады? Осы сауалдың жауабын сіздер аздаған уақыттан кейін білесіздер. 2021 жылға турагенттер арнайы болжам жасауға да қорқып отыр екен. Неге? Балгер Қажетті Ахметжанова келер жылы Қазақстанда ақша ауысуы мүмкін дейді. Әлем бойынша осы жылы хаккерлік шабуылдардың кесірінен әлемдік экономика $1 триллион шығынға батқан. Сондай-ақ Парижде мұғалімді бауыздап өлтірген шешен жігіт жайында бүгінгі шоуға тоқталамыз. Ендеше кеттік. 2020 жылғы 16 қазанда Конфланс-Сент-Онорин қаласында 18 жастағы шешен париждік мұғалімнің басын кесіп тастады. Қылмыскерді полиция атып өлтірген. Қылмыстың себебі бірнеше жыл бұрын әйгілі Чарли Hebdo журналында жарияланған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның карикатурасы. Мұғалім бұл суретті Франциядағы сөз бостандығына арналған сабаққа байланысты студенттерге көрсеткен екен. Анзоровтың денесі Франциядан Шешенстанға жеткізілді. Жерлеу рәсіміне шамамен 200 адам Анзоровтар отбасының туыстары мен достары қатысты. Жергілікті билік арнайы қауіпсіздік шараларын қабылдады. Жерлеу рәсімі өткен ауылға негізінен сол жерде тұратындарды жіберді. Ал 65 полиция қызметкері тәртіп сақтау үшін жақын маңда жүрді. Шешенстан басшысы Рамзан Кадыров марқұмның қылмысын мойындады, бірақ жас жігітті мұғалім арғындатқанын атап өтті. Киберқылмыстар салдарынан дүниежүзілік экономикаға келген шығын мен киберқылмыстардан сақтануға кеткен қаржы биыл $1 триллион асты. 2 жыл бұрын бұл сома шамамен $600 миллиард құраған. Әлем бойынша ел үкіметтері мен компаниялар хаккерлік шабуылдардан шамамен $945 миллиард. Ал киберқауіпсіздікке қосымша шығындар үшін тағы $145 миллиард жоғалтқан. Пандемия кезінде адамдардың интернеттегі белсенділіктері едәуір артты. Бұл қылмыскерлерге де көп мүмкіндік берген. Битва экстрасенсов мистикалық шоуының 6-шы маусымында финалист болған қазақстандық әйгілі балгер Қажетті Екатерина Ахметжанова қазір Мәскеуде тұрады. Ол Алматыға келіп Негізет порталына арнайы сұхбат берді және Қазақстанда ақша ауысуы мүмкін екенін айтты. Қазақстанның ақшасы ауыса дейін деп тұр. Қазақстанның ақшасының есі кетіп тұр да. Наверное, бізде ақша ауысады бұйыртса. Бірақ та сразу ауыспайды, бір күнде ақша ауысып кетуге мүмкін. Сосын кейін халық енді бірақ та Қазақстанның дәулеті кеткен жоқ. Ортақ валюта деген әңгіме шынға айнала ма сонда? Сондай шыңға айналып еді. Туристік операторлар 2021 жылға болжам жасауға неге жүрексініп отыр? Олар болжам жасауға ерте дейді. Десе де сала баяу болса да қалпына келуде. Бұған мына ақпарат дәлел. Тамыз айынан бастап 42 мыңнан астам қазақстандық шетелге жолдама алған. Олардың жартысынан көбі күз айларына келеді. Туристік қамқор корпоративтік қорының хабарлауынша бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2 есе көп. Ондағы туристердің көбі жолдамаларды пандемияға дейін сатып алған. Бірақ эпидемиолог жағдайға байланысты олар жоспарлаған уақытта келе алмаған. Тек әлемдегі карантиндік шектеулер жеңілдеген кезде демалысқа ұша бастады. Ал туристердің бір бөлігі сапарын келесі жылға қалдырған. Қордың мәліметінше сапарға шығатын әр адамға туркод беріледі. Ол жолдаманың шынымен пайдалануға болатынына кепілдік береді. Көптен күткен зейнетақы жинағының бір бөлігін алудың ережесі шығып талқылауға ұсынылды. Заң 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Экономист Айдар Әлбаевтың айтуынша халықтың 80% зейнетақы салымындағы ақшаны пайдалана алмайды. Келісімшарт бойынша ақша бірыңғай зейнетақы қорынан тұрғын үй жинақ банкіне аударылады. Одан кейін ақша азамат таңдаған пәтерді салған құрылыс компаниясының есеп шотына түседі. Оның үстіне еңбекті қорғау және әлеуметтік даму министрі арнайы лимит енгізді. Ақшаның бір бөлігін алу үшін зейнетақы қорында қанша салым жинау керек екенін нақтыланды. Мәселен, 30 жастағы азаматтың шамамен 3 миллион салымы болу керек. Жас ұлғайған сайын жинаған ақшасы көп болу керек. Сіз бен бізге белгілі, қазір халықтың зейнетақы қорындағы жинаған салымы өте аз. Орташа есеппен 1 миллион және 1,5 миллион ғана. Ал министрліктің қорда болуы тиіс деген сома өте жоғары. Ал зейнетақы салымында жинаған ақшасы көп азаматтардың әлеуметтік жағдайы жақсы. Қос-қостан баспанасы да бар. Меніңше зейнетақы салымын солар ғана пайдасына жарата алады дейді экономист. Құрметті көрермен, Неге Кезет сайты үздіксіз жаңарып отырады.
сайтқа кіріп өздеріңізге қажетті, керекті, қызықты ақпараттарды, мәліметтерді ала аласыздар. Осымен неге кезеттің апталық шолуын тәмамдаймын. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген армандарымыз орындалсын.